Шымкентте тозығы жеткен су құбырлары мен кәріз желілерін жаңарту жұмыстары жалғасып жатыр. Шебер 2 мердігер мекемесі 18-ші шағын ауданда су құбырын жаңартуды қолға алған. Қайта құру жұмыстарының құны 110 миллион теңгені құрайды. 2 айда біз мынау реконструкция водопроводный сети 18-ші микрорайондағы шағын ауданда су ресурсы маркетингінің заказыменен водопроводный сети жүргіздік. Бұл жерде су трубасының ұзындығы 1800 метр, жалпы ұзындығы. Бұл жерге барлығы 40 задвижка запорный арматура қойылды, 5 гидрант қойылды надземный. Соның бәріне кеше испытание жүргіздік. Испытанияны мына колодецті 10 атмосферге бердік. 24 сағат испытания тұрды. Судың давлениесі қазір 6 жарымды көрсетіп тұр. Жұмыстардың барысын Еңбекші аудандық су арнасының басшысы Мұрат Оспановтың өзі мұқият қадағалайды. Себебі жұмыс тапсырылғаннан кейін жаңартылған су құбырларының жарамдылығына ол басқаратын мекеме толығымен жауап береді. Сондықтан құбырды қабылдау мәселесіне жауапкершілікпен қарайды. 18-ші мөлтек ауданда ішкі құбырларды ауыстыру жұмыстарын жүргізді. Мердігер мекеме барлық монтаждау жұмыстары қазір аяқталды, көмілді, тегістелді. Енді жұмысты қабылдау жұмыстары жүріп жатыр. Құбырды жуып шай жұмыстарын өткізді. Лабораториядан анализін алып, ол дұрыс анализ дұрыс шықты, бәрі жақсы. Енді суды қысымдау жұмыстарын, испытания жұмыстары жүріп жатыр. Қазір мына 10 атмосфер давление берді. Соны енді ертең бір суткіге 24 сағатқа тұрғызып, ертең тағы да кеп тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Егер қысымдау жұмыстары өтпесе, давление төмендейтін болса, біз жұмысты қабылдамаймыз. Мердігер мекеме қайтып жүргізеді испытанияны, біз қайтып тексеріп, қазір бұл мекеме аралап көреді. Ішерде өтеуішке еш нәрсе болмаса, қысымдау жұмыстары қабылданады. Егер төмен түскен болса, қайтып қалпына келтіріп, қайтып қабылданады жұмыстар. Мердігерлер жұмыстың бәрі тиісті деңгейде жүргізілетініне сенімді. Жуырда мердігер мекеме жолдағы зақымдалған учаскелерді толық асфальттап шығуы тиіс. Шымкентте су құбыры және кәріз желілерін жаңарту жұмыстары ары қарай жалғасады.